Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өлең құрастырамын, зат есімнің жекеше және көпше түрлері. Сабағымыздың оқу мақсаты мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Зат есімнің жекеше көпше түрлерін ажырата білу. Зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін ажырату. Жалқы есімнің жазылу емлесін сақтау. Олай болса, жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткенді қайталап алайық. Зат есім дегеніміз не? Қандай сұрақтарға жауап береді? Қанеки балалар, ойланып көрейік. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөз табы. Мысалы, адам, жазушылар, құлындар. Зат есімге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Ал енді жаңа тақырыбымызға өтейік. Зат есімнің жекеше және көпше түрі болады. Білім алушылар, кім, не сұрағына жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі деп атаймыз. Кім? Оқушы. Не? Кітап. Кім? Кімдер, не, нелер сұрағына жауап беретін сөздерді зат есімнің көпше түрі деп атаймыз. Кімдер? Оқушылар. Нелер? Кітаптар. Зат есімнің жекеше және көпше түрлері болады. Жекеше түрлеріне кім, не деген сұраққа жауап береді. Көпше түрлері кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Ал балалар, олай болса, зат есімнің жекеше және көпше түрінің ережелерін есімізге сақтап алайық. Ал сендерге тапсырма, өлеңді мәнерлеп оқы. Қарға, қарға, қарғалар, қар үстінде жорғалар, екі шоқып бір қарар, деп жолымды оңғарар. Осы өлеңнің ішінен зат есімнің жекеше, көпше түрлерін табайық. Білім алушылар, ал өз жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Бұл жердегі зат есімнің жекеше түрі қарға, қарға. Зат есімнің көпше түрі қарғалар. Келесі тапсырма. Дөңгелекке жасырынған құс атауларын тап. Олардың жекеше, көпше түрлерін атаймыз. Осы сөздерде жасырынған құс атауларын табыңдар. Қанеки балалар, мұқият ойланып көрейікші. Ал не тексеріп көрейік. Тоқылдақ зат есімнің жекеше түрі. Тоқылдақтар зат есімнің көпше түрі. Торғай жекеше түрі, торғайлар көпше түрі. Шымшық жекеше түрі, шымшықтар көпше түрі. Қарға жекеше түрі, қарғалар көпше түрі. Жарайсыңдар, сендер зат есімнің жекеше көпше түрлерін жақсы ажыраттыңдар. Білім алушылар, сендерге қызықты тапсырма. Жаңылтпашты жаңылмай айта аламыз ба? Тексеріп көрейік. Жұмыртқалар деген тауықтар, жұмыртқаламас деген қауіп бар. Жаңылтпашты жадқа жаз. Берілген суретке мұқият қарап, суретшінің қатесін тауып көрейік. Бұл тапсырмада кімнің зерек екенін байқаймыз. Жарайсыңдар, суреттегі артық затты дұрыс тапты деп ойлаймын. Суретшінің қатесі әтеш пен пингвин ұшпайды. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді төмендегі сұрақтар арқылы өз ұстазыңа жолда. Кері байланыс. Күн, мен көңілдімін, көптеген жаңа ақпараттармен таныстым. Бұлт, мен көңілсізбін, ақпарат көп болды, маған меңгеруге қиын, көмекті қажет етемін. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сендерге ұнады деген ойдамын. Сау болыңдар.